Соңғы ел классиконы да өткіздік. Ел классико десе Ламин Ямал еске түседі. Ламин Ямал себебі соңғы ел классиконың алдында Реал Мадридтықтардың ойыншыларының қытығына тиген болатын, жалпы жанкүйерлерінің де десек те болады. Ламин Ямалдың сұхбаты бар еді. Ел классикода финалда корольдік кубокты ұтып алғаннан кейін айтқан болатын, Реал Мадрид қанша гол салса да бізді жеңе алмайды осы маусымда деп. Осы сұхбатынан кейін Реал Мадридтықтар қатты ашуланды, және де аушыға булығып тұр. Соңғы ел классикода соңғы есені қайтарады дегенде басылымдар көп шықты. Және де бұған арнайы дайындалған екен. Ламин Ямалды ұстауға Франк Гарсияны толықтай дайындаған. Франк Гарсияның шамасы бір 15 минутқа жеткен шығар. Одан кейін Франк Гарсияның қайда қалғанын да білмей қалдық. Ламин Ямал былай да өтті, пас та берді, соққы да жасады. Тамаша өзінің стилінде голды да салып тастады. Және де осы Ламин Ямал осы ел классиконы жеңгеннен кейін тағы да бір сұхбат берген екен. Ламин Ямал жалпы өзі 17 жасына қарамай ешкімнен саспай, қорықпай, ашық айта беретін болған екен ойын. Және осы ел классиконы жеңгеннен кейін айтқан әңгімесі, Реал Мадридта ешқандай да мүмкіндік болған жоқ. Бір біздің қателіктен бір гол салған шығар, немесе төрешілердің қателігінен гол салған шығар. Оларда анық гол салатындай, өздері бір жасағандай мүмкіндік болған жоқ деген екен. Енді білмеймін, Ламин Ямал осындай қатты сөйлеп жүр Реал Мадридқа қарсы. Бірақ ел классикода Мбаппе өте тамаша ойын көрсетті. Офсайдтан болып қалды 1-2 гол деген сияқты. Мбаппе жарқырады, жақсы ойнады. Бірақ Ламин Ямалдың айтқанына келіспеске болмайды. Реал Мадрид қанша гол салса да осы маусымда Барселонаны ұта алмады. Енді Барселона чемпион болды, Ла Лиганың деп айта берсек те болады, себебі бір ғана ойынды ұтса жетеді. Алда 3 ойын бар, келесі ойын Эспаньолмен, сол келесі ойындақ Ла Лиганың мәселесін шешетін шығар Барселона клубы. Барселона осы маусымда Ханс Фликқа Барсан жанкүйерлері өте риза шығар. Ханс Фликпен жаңа келісім шартты да созып жатыр. Енді Барселона жалпы осы маусымда өздеріне қойылған талапты артығымен орындап тастаған шығар. Енді Чемпиондар лигасында Интерден ұшып кетті, өкінішті, әйтпесе требл жасайтындай ақ шамалары бар еді.